Hello everyone, сіздермен бірге жүз English'тағы мұғалімдеріңіз Miss Naz. Бүгін мен сіздерге өзімнің ағылшын тілін қалай меңгергенім туралы оқиғамен бөлісетін боламын. Жалпы мен мектеп гимназияда оқығанмын, және де біз ол кезде 2-ші сыныптан бастаған болатынбыз ағылшын тілін меңгеруді. Мен негізі особо жаңағыдай центрлерге барып, курстарға барып оқыған емеспін, себебі мен мамам переводчица. Қанмен берілген деп те айтсам да болады. Бірақ негізі бастапқы кезде 2-ші класстан бері мен мұғалімнің арқасында ағылшын тілін өте қатты сүйіп оқыдым. Бірақ шыны керек, бастапқы кезде қатты оқып мақтанға салынып кеттім деп айтсам да болады. Себебі 3-4 класста мүлдем оқымай кеттім. Жай ғана сол апайдың мақтауымен первое впечатление дейді ғой, сондаймен жүріп кете бердім. Потом сөйтіп 6-ші классқа келдік. 6-ші сыныпта Гүлнар Аждаровна дейтін, мүмкін қазір көріп отырған шығар. Сол кісі сабақ берді. Ол кісі өте білікті, университетте сабақ берген, еще шетелдерді аралап келген мұғалім болатын. Сол менің қысқаша айтсам самоуверенностьімді сындырып тастады. Қалай десеңіздер, ол келеді да менің жаңағыдай өтірік айтқан сөздер дейді ғой, енді жағымпаздану дейді ғой. Солардың бәріне прям жоққа шығарды да, шынымен білімің бар ма, жоқ па деген сияқты сондай тексеріс болды. Ол қалай тексерді? Ол әр сабақ сайын жаңа сөздер жаттатқызады, және де тақтаға шығартып, сол жаңа сөздердің жазылуын сұрайтын. Сол жерден бастап қадалам ғой мен. Сөйтіп мен сол 6-ші класста сол кісінің кесірінен ағылшын тілін мүлдем жек көріп кеттім. Негізі өзімнен де бар, сабақ оқымай кеткен десей. Бірақ сол кісінің арқасында мен негізі біраз уровень көтерілді десем болады. Одан кейін 9-ші сыныпта, сол кезде 8-ші сыныпта, 8-9 сыныпта программа болатын. Мектепке бізден филиппинец мұғалімдер сабақ беретін. Солардың сабақтарына барып өзім спикингімді дамыттым. Тағы не айтсам болады. Бір қызықты оқиға айтатын болсам, барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Инстаграмнан мен Flex программасын жеңімпазымын. Және де сол Flex программасы арқылы 2012 жылы Огайо штатына 1 жыл оқыған болатынмын. Жалпы ол история қалай болды десеңіздер, мен негізі Flex туралы вообще мүлдем естімегем. Бір күні менің класстас қыз досым айтады: Назгүл, давай ертең 1-ші күні бір тест болады екен ағылшыннан. Соған барып қатысып көрейікші дейді. Я такая: окей, ладно, хорошо. Сөйтіп 1-ші күн болады, бардық. Сол кезде үлкен мектеп болды сол кезде. Сол үлкен мектепке барлығы жиналды, примерно 500-дей ма, қателеспесем оқушы болды. Сөйтіп қатыстық, тест болды, еще какой-то бір анкета толтырдық. Мен вообще ол кезде білмеймін Flex деген екенін, әлі де білмеймін. Просто бардым, жай ғана олимпиада шығар деп. Ең соңында выходит так, что мен келесі турға өтіп кетемін да, қасымда қыз өтпей қалады. 2-ші турда я только осознаю, что бұл Flex программасы екенін, exchange екенін, басқа шетелге 1 жылға бесплатно оқу ұтып алатын мүмкіндік бар екенін сол кезде барып түсіндім. Сөйтіп 2-ші турға өттім. 2-ші тур примерно бір декабрь айларында болды. Ол жақта біз уже IELTS сияқты listening, writing болды и reading тапсырдық. Одан кейін примерно бір февральдарда не келді, результат келді, что 3-ші турға өткеніміз. 3-ші тур бұл уже кәдімгі native-пен, British консульстводан адам келді. Сонымен бірге speaking тапсыру керек болатын. Сол 3-ші курсқа, мойым бөліп кетті ғой. Жаңағы спикер, сөйтіп февраль айында 3-ші турға өткенім туралы результат шықты. Ал 3-ші турда біз уже спикинг тапсыру керек болдық. Кәдімдей British консульстводан native спикер келеді, сонымен кәдімдей спикинг тапсыратынбыз.
қазіргі уақытта негізі Flex, если честно, қазіргі уақытта өте тым қызық емес. Шыны керек. Не үшін десеңіздер, қазір барлығы онлайн, барлығы жай ғана сіздерге андай задание береді, иә, и соны сіздер орындап жібере саласыздар. Ал кезде барлығы офлайн болды, сол прям қызық болды. Спикингте бірінші туры, помню, командалық жұмыс болды. Представляете, ана 500 шақты адамнан ең соңында 10 адам қаламыз ғой, үшінші турда. 10 адамды 5-5-ден бөліп тастады. И сөйтіп командная работа берді. До сих пор помню, екі командаға бір сөз берді. Анау вообще өмірімде естімеген сөз. Тикара деген ба, кажется. Я до сих пор, кажется, помню. Вот. Сол сөздің мағынасын сценка сияқты көрсету керек болды. И сөйтіп обсуждение болды. Біз тикара дегенді помню, андай не деп ойладық, жабайы жануар деп ойладық, почему-то білмеймін. И соның жабайы жануар кішкентай бір қоянды жеп қойған сияқты сценка жасадық. И екінші топта сөйтіп жасады. Сөйтсем, оказывается, соңында бұл әшейін құмырсқадан жасалатын соус екен. Сондай болып шықты. Сөйтсем, оказывается, олар жаңағы British Consul'дан келген адамдар командная работада адам өз-өзін қалай ұстайды. Лидерские черты дейді ғой, сондай бар ма, соның барлығын қарап отырған екен. Бізге айтпайды ғой. Сөйтіп, бірінші тур өтті, и үшінші турдың бірінші этапы. И екінші этапы уже спикинг. Уже бір сағаттан кейін спикингке кірдік. И уже ана жақта не болды бізде? Ситуационный вопростар қоятын болды. Подкаст жатық. И сөйтіп, екінші этапы бір сағаттан кейін болатын болды. Ол спикинг тапсыру. Жеке-жеке кіреді. Әр оқушы жеке-жеке келіп тапсырады. И алға отқан кезде жаңағы native speaker маған неше түрлі сұрақ қойды. Именно андай ситуационный. Неге сізді біз қабылдау керекпіз? Неге сіз ұтуыңыз керек? Сосын андай сұрақ қойды. Егер сіз, вот представьте, сіз андай семьяға түстіңіз. Кішкентай баласы бар, кішкентай баласы ұйықтау керек, бірақ сіз сабақ істеу керексіз. Бірақ екеуіңіз сол кішкентай баласымен сіз бір комнатада ұйықтайсыздар дейді, бір комнатада тұрасыздар. Сол кезде не істейсіз деп. Сондай бірінде қызық менің мышлениемді тексеру үшін сондай сұрақтар қойды. Осы жерде айтып кететін бір жайт. Спикинг сол үшінші тур болатын бір күн бұрын, мен жаңа айттым, Филиппин ағайлары келіп бізге сабақ берді деп, соған бардым өзімнің. И осы кезде бір айта кететін жайт, спикинг болатын күні, бір күн бұрын, мен жаңа айтып кеткен едім, бізде филиппинецтер сабақ беретін. Сол өзім ағайыма барамда айтам ғой. Вот, осылай Flex программасынан мен үшінші турға өтіппін, спикинг болады екен, мен не істеуім керек, қандай сұрақтар болады, білесіз ба деп. И сөйтіп, представляете, 2 сағат бойы мен жеке, сол мұғаліммен отырып, ол маған кәдімгідей бәрін үйретеді ғой, ана жақта. Вот, Flex программасында міндетті түрде кірген кезде күліп кір деген сияқты. Осындай сұрақтар, ситуационный сұрақтар қояды, умно жауап бер, өзіңді көрсете біл, бәрін прям типстарын айтып береді. И мен прям до сих пор благодарна сол ағайыма. Өйткені егер де ол ағай болмаса, мүмкін мен отбасыда едім ба деп ойлаймын да кейде. Вот. И сөйтіп, дәл солының айтқан рекомендация бойынша прям түні бойы дайындалып, сөйтіп спикингке кірдім. И прям күшті болды. Почему-то, былай қарасам, мен 9-шы класстамын, ондай прям спикинг примерно pre-intermediate па, или intermediate па шығар максимум. Вот. И соның өзінде, оказывается, Flex-тағы келген адамдарға ең маңызды болғаны, ол менің не только андай ағылшын тілін қалай меңгергенім, қалай сөйлейтінім, но и ситуационный вопростарда, жаңағыдай қиын моменттерде қалай шығып кете алады деген сияқты, өзін қалай ұстай алады, соның барлығына, оказывается, қарайды екен олар. Оны потом айтты. Сөйтіп, примерно сәуірде мамырда хат келді маған кәдімгідей үлкен конвертпен, и сояқтан host family сол жақта күтіп алатын, сол жақта тұратын. Соның суретімен кәдімгідей афроамериканцы болды олар.
прям шаштары бира шесіндей. И өзен ол кезде ол қыз 4-ші класс, қызы болды, бір қызы 4-ші класс оқитын. Вот, и сол өздерінің несін жіберді, суретін жіберді и хат жіберді. Вот, мы тебя ждем скоро деген сияқты. Вот так вот осындай бір история бар менде, барлықтарына қызықты болды деп ойлаймын. That's all. Сіздермен болған Мисназ. Егер де ағылшын тілін жоғарғы деңгейде меңгергілерің келсе, Just English'та сіздерді күтемін. See you!